Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін дәл осы балды торттың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер, жасалу жолы өте оңай. Достар, ең алдымен осы асты қалыңдау кастрюлямызды алып аламыз. Дәл осылай астын қыздырып, оның бетіне 180 грамм майымызды, 82%-тік 150 грамм қантымызды, және де 1 шай қасық содамызды, және де одан 3 ас қасық балды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы ери бастаған уақытта дәл осылай венчигіміздің көмегімен жақсылап тоқтатпай қозғап отырыңыздар. Себебі бізде содамыз бен балымыз араласқанда өзіндік көпірігін және де көтерілетін болады. Дәл осылай қоңырқай түске енгенше жақсылап тоқтатпай араластырып тұрыңыздар. Астын өшіріп дәл осы қалыпта қалдыра тұрыңыздар. Енді кезекте 500 грамм ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, және де 4 дана жұмыртқамызды осылай дайындап қоятын боламыз. Енді кезекте жаңағы дайындаған массамызға 4 дана жұмыртқамызды тез араластырып салатын боламыз. Себебі бізде жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін, тезірек жылдамырақ араластыруымыз қажет. Үстіне дәл осы жаңа електен өткізілген ұнымызды үстінен сала отырып, жай қамыр илеп алатын боламыз. 3-4 бөлікке бөліп салып алыңыздар. Қамыр өте жұмсақ болуы қажет, қатты қылып қоймаңыздар. Өте жұмсақ болған дұрыс. Енді кезекте осы жақсылап араластырып, дастарханымыздың үстіне салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды мен бөліктерге бөліп алдым. Әрқайсысын 150 граммнан етіп бөлдім. Барлық корждарымыз біркелкі шықсын деп тараздың көмегімен өлшеп алдым. 150 граммнан шықты менде, 9 бөлік, 9 дана шықты. Енді кезекте осы қамырларымызды холодильнигімізге 20 минутқа қойып тұрамыз. Ал енді достар, алдын ала осындай менде пергамент қағаз үйде бітік қалыпты, сол себепті фольганы қолдандым. Пергамент қағазын қолдансаңыздар болады. Пергамент те жырай береді. Енді осы мұздатқыштан алып қамырымызды жаямыз. Өте жұқа етіп жайыңыздар. Енді кезекте осы кальциямыздың көмегімен осылай домалақ пішінді етіп жасап аламыз. Шет-шетінде қалған нелерін сыртына кейін қоржығып себетін боламыз қамырларын. Дәл осы қамырымызды 250 градуста пісіріп алдым. 10 минутта піседі. Өте жұқа қамырымыз. Мінекей мен корждарымның барлығы дайын. Өте жұқа корждар, сынған жоқ ешқайсысы да. Енді осы корждарымыз құрастыратын боламыз. Ол үшін бізге креміне 30% қаймақ, және де сахарный пудра, ванилин, және де 33%-тік сливке қажет болады. Ең алдымен сахарный пудрамыздың үстіне ванилинімізді араластырып аламыз, және де 33%-тік қаймағымызды осылай ыдысымызға құйып алатын боламыз. Оның үстіне сахарный пудрамызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Осы креммен жасап көріңіздер, крем торттарыңызды өте дәмді шығады. Творожный сырдың қажеті жоқ. Мұнда бізде қаймақты алдын ала мен марлының көмегімен суынан ажыратып алдым. Өте қою болады, 30% қаймақ. Мінекей, енді кезекте осыны екеуін жақсылап араластырып қозғап алатын боламыз. Қоюлана бастады. Менде мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осы кремді торттың арасына пайдалана берсеңіздер жарайды. Бұл әрлеу үшін жарамайды, өйткені бізде шамалы сұйықта өз формасын ұстамайды. Мінекей, бірақ арасына жағуға жарайды. Дәмі өте керемет болып шығады. Ал енді достар, тортымызды құрастыратын боламыз. Кремімізді осылай жағып, торттарымызды қатарынан қойып шығатын боламыз. Достар, енді сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымды қолдап, барынша қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырсаңыздар екен. Және де
мен сіздермен алдағы уақытта керемет өте дәмді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мен парақшамнан алыстамаңыздар, маған қолдау білдіріп отыруды да ұмытпаңыздар. Менің видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Рахмет. Мінекей достар, енді барлығында кремді осылай жағып шығып, холодильнигімізге мен 2 сағатқа қойып қойдым. Кремі өзіне сіңсін. Өте керемет болып шығады. Сіңгеннен кейін жұмсақ болып қорждарымыз. Ал достар, 2 сағат тұрып, кремі өзіне сіңіп, осылай жаңағы шет-шетінде қалған корждарды бетіне сеуіп, өте дәмді торт болды менде. Ал достар, қолдап аямай лайк басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.